Келесі сіздермен шығаратын есебіміз бұл мынадай теңдеу екен. Бірінші анықталу облысын тауып кетейік. Анықталу облысында 1 азайтылған x абсолют шамасы бойынша кіші немесе тең 1, келесі модуль x кіші немесе тең 1. Яғни бұл екеуінің қиылысуы бізде мына берілген есептегі теңдеудің анықталу облысын береді екен. Ал енді келесі бұны қалай шығарамыз? Бұны шығару үшін арксинус 1 азайтылған x-ті былай қалдырайық теңдіктің сол жағына. Ал мына пи бөлінген 2 қосылған 2 еселенген арксинус x деп былай теңдіктің оң жағына өткізіп алайық. Енді теңдіктің екі жағында синус ұстайтын болсақ, сонда бізде синус арксинус 1 азайтылған x бұл тең синус пи бөлінген 2 қосылған 2 еселенген арксинус x деген шықты. Синус арксинус x ол бізде 1 азайтылған x-ті береді. Келесі синус 90 градус плюс альфа атын өзгертеді, бірақ таңбасын өзгертпейді. Сонда бұл косинус 2 еселенген арксинус x-қа тең екен. Ал енді біз осы жерден бір қарапайым формуланы еске түсіріп кетейік. Косинус 2 альфаның формуласын. Косинус 2 альфаның формуласы ол бізде қандай еді? Косинус квадрат альфа азайтылған синус квадрат альфа. Енді біз бұны синус арқылы жазатын болсақ, сонда косинус квадрат альфаны мен қалай жазам? 1 азайтылған синус квадрат деймін, сонда синус квадрат альфа 2 еселенеді, сонда 1 азайтылған 2 еселенген синус квадрат альфа шығады екен. Сонда косинус 2 альфа деп отырғанымыз бұл 1 азайтылған неге тең екен? 2 еселенген синус квадрат, жақшаның ішінде альфаның орнында бізде не тұр? Арксинус x тұр ғой. Сонда бізде мынадай теңдеу шығады екен. 1 минус x бұл тең 1 азайтылған 2 еселенген x-тің квадраты деген шықты. Сонымен 1 мен 1 жойылып кетті. Сонда 2x-тің квадраты азайтылған x тең 0 деген шықты. X-ті жақшаның сыртына шығарып жіберейік. Сонда 2x азайтылған 1 бұл 0-ге тең екен. Сонымен x тең 0 және x тең 2-ден 1 деген шықты. Сонымен мына берілген есебіміздегі мына түбірлерін таптық. Сонымен енді осы табылған екі түбірдің жауаптың орнына қойып тексеріп көрейік. Бірінші x тең 0. X тең 0, яғни бізде арксинус 1 азайтылған 0, яғни бұл арксинус 1-ге тең. Арксинус 1 азайтылған 2 еселенген арксинус 0 тең пи бөлінген 2 дейді. Сонымен арксинус 1 дегеніміз бұл пи бөлінген 2 азайтылған 0 тең пи бөлу 2. Яғни теңдікті не істейді екен? Қанағаттандырады екен. Екіншісі бізде x тең 2-ден 1 ғой. 2-ден 1-ді апартында қоятын болсаңыздар, сонда арксинус 2-ден 1 азайтылған 2 еселенген арксинус 2-ден 1 деген шықты. Ал бұның мәні мүлдем пи бөлінген 2-ге тең емес, себебі минус арксинус 2-ден 1 шығады ғой. Демек, онда бізде x тең 2-ден 1 дегеніміз қандай? Қанағаттандырмайды екен, яғни жауапқа келмейді. Соны жазып қойық, қанағаттандырмайды деп жазылайын былай. Демек, онда бұл есептің жауабы бізде не екен? X тең 0 деген шығады екен. Бұл жерде қараңыздар, мысалы x тең 0 және x тең 2-ден 1 деген екі түбірде шықты ғой. Екеуіне де назар аударып қарасаңыздар, екеуі де анықталу облысына тиісті екен. Сондықтан бізде бұндай есептердің бізде тек қана бір ғана түбірі болатындықтан, енді бізде ең соңғы қалған амал, яғни осындай жағдайға келіп қалатын болсаңыздар, мысалы екі түбір екеуі де анықталу облысына тиісті болса, онда осы екеуін де жауаптың бастапқы есептің орнына қойып, қайсы қанағаттандырады, сол жауапты аламыз. Сонымен бұл есептің жауабы x тең 0 екен.